Құрметті әріптестер, құрметті ауылдастар, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Талас ауданы Қызылорда ауылдық округі әкімі аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару басқармасы, өндірістік экологиялық бақылау басқармасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттар материалдар бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдалым өткізіліп отыр. Қоғамдық ақпарат Магнолия облыстық газетке және Тараз 24 телеарнасына хабарландыру арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландырулар Жамбыл облыстық табиғи ресурстар және табиғи пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурстарына орналастыратын болады. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері және мүдделі жұртшылық қатысуда. Енді хатшысы алмасына бөліміз. Енді сөз кезегін өзіңізге берсек, барғаныңыз үшін де бір ауыз. Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары. Біздің бүгінгі жиналып жатқан жиналысымыздың басты мақсаты қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына экологиялық рұқсат алу. Сіздердің экологиялық рұқсаттарыңыз 25-31 желтоқсанда аяқталды. Қазір енді 26 жылда келесі аптада алынса, 2035 жылға дейін 10 жылға алынады рұқсат, экологиялық рұқсат. Нысан туралы жалпы ақпарат: қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Жамбыл облысы Талас ауданы Қызыләуіт ауылдық округі аумағында орналасқан полигонның жалпы ауданы 3 гектарды құрайды. Жобаға сәйкес қызмет көрсетілетін халық саны 1719 адам. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонның оңтүстік бағытында 1777 метр қашықтықта Қызыләуіт ауылы орналасқан. Полигонның солтүстік жағынан Ақкөл Саудакент бағытындағы автомобиль жолы өтеді. Полигонның орналасуы санитарлық талаптарға сәйкес келіп, тұрғын аймақтардан қауіпсіз арақашықтықта орналасқан. Кәсіпорын қызметінің қысқаша сипаттамасы: аумақты шаруашылықта пайдаланудың негізгі бағыты қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтау, оқшаулау және залалсыздандыру болып табылады. Полигон қызметі атмосфералық ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануын болдырмауға, сондай-ақ кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру тудыратын микроағзалардың таралуының алдын алуға бағытталған. Полигонда қоқыс тасымалдайтын автокөліктердің үздіксіз түсірілуі қамтамасыз етіледі. Полигонға келіп түскен қоқыс тасымалдаушы көліктер жұмыс картасының жанында түсіріледі. Қоқыс түсіру алаңы 2 бөлікке бөлінеді. Бір бөлігінде қоқыс тасымалдайтын көліктер жұмыс істесе, екінші бөлігінде бульдозер немесе мехлопата дейміз, тығыздау жұмыстары жүргізіледі. Түсіру алаңында көліктердің орналасуы әрбір көліктің кедергісіз кіріп шығуын қамтамасыз етеді. Жобаға сәйкес кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағын көгалдандыру шаралары қарастырылған. Кәсіпорынды жылыту үшін тұрмыстық пеш пайдаланылды. Пештің жұмыс режимі тәулігіне 24 сағат, жылына 164 күн белгіленген. Отын ретінде Қарағанды бассейнінің көмірі қолданылады. Ықтимал атмосфералық әсерлер: қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында барлығы 5 атмосфераны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 4 ұйымдастырылмаған көздері. Ластаушы заттардың шығарындылары 12 зиянды заттан тұрады. Нормативтік шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар көлемі жылына 5,5 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 1,137 тоннаны, газ тәрізді және сұйық заттары 4,119 тоннаны құрайды. Алдағы жылдарға болжамды шығарындылар көлемі 2027 жылы 5,5 тоннаны құрайды, жылына 2028 жылы 5,157 тонна, 2029 жылы 5,6 тонна, 2030 жылы 5,165 тонна, 2031 жылы 5,169 тонна, 2032 жылы 5,173 тонна, 2033 жылы 5,177 тонна, 2034 жылы 5,181 тонна, 2035 жылы 5,186 тонна.
Және бізде осы экологиялық рұқсатқа сай қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленген. Қалдықтардың шығарылатын түрлері полигонға қатты тұрмыстық қалдықтар и күл қалдықтары барлығы жылына 2026 жылы 683,57 тонна, 2027 жылы 690,38 тонна, 2028 жылы 697,26 тонна, 2029 жылы 74,2 тонна, 2030 жылы 711,21 тонна, 2031 жылы 718,13 тонна, 2032 жылы 725,45 тонна, 2033 жылы 732,68 тонна, 2034 жылы 739,98 тонна, 2035 жылы 747,35 тонна. Бұл жерде қалдықтардың жыл сайын өсуі халықтың саны өсуіне байланысты өсіп отыр. Және де бізде қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары жоспарлары әзірленген. Оның ішінде басты іс-шаралар қоршаған ортаға әсер ету мониторингін тұрақты жүргізіп тұру, квартал 90 сайын көшеттер отырғызу және күтіп баптау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары, жабдықтар мен көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілуіне жол болдырмау, экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстарын жүргізу, табиғатты қорғау акциялары, жарыстарға және сенбіліктерге қатысу жұмыстары. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса полигонға қойсаңыздар болады. Пеш деп жатсың, пеш шынымен бар ма негізі полигонда? Жоқ, пеш жоқ, негізі жоба бойынша охрана болу керек қой. Жобаға қарастырылған ғой. Жаңағы көмір бөлінетін анауында деп жатсың ғой. Дұрыс қой, бұл жоба бойынша істелінген ғой, проект бойынша болу керек қой. Негізі біз қанша ауылдарда болдық, 50 ауылда полигонда біз ешкімде мындай жоқ. Қалай адам санының көбеюіне байланысты деп жатсың ғой. Бізде азайып жатырмыз, енді наоборот тегеп бара жатыр. Жоқ, ол Қазақстанда методика бар. Ауылдарға 1% береді, қала санының өсуіне 3%-тен 5%-ке ол міндеттелген да есептеу керек. Бұл полигон қазір біздің өзіміз. Бізде мысалы халық саны білесіз ғой, бұрын 15 миллионға қазір 20 миллионға жетті. Өсіп келе жатыр ғой ол. Ауыл мен қала әртүрлі. Одан кейін жаңағы мусорда бұрынғыдай көп шықпайды, наоборот сенде жайнап байқап отыр. Жоқ, бұл дұрыс қой, сол адам санына өсуіне байланысты мусордың саны өседі, көлемі. И бірақ негізі факт бойынша ол кейін есеп берген кезде жабылады. Мысалы 700 тонна берілсе көлем, сіздер мысалы 100 тонна шығарсаңыз, сол 100 тоннамен жабылады. Бірақ көп нету керек қой, алу керек қой, методика бойынша қалай берілді, бізде бекітілген методика бар, экология министрлігі бойынша. Сол бойынша есептеледі ғой. Абаттандыру шынымен талды егелеріңіз керек қой, соны жайын жағынан. Иә, ол келесі жылға, по-моему, Талас ауданы осы жылға, по-моему, қойып отыр уже жайлар. Қазір не жасайды ғой, биыл жоба санитарлық қорғау бойынша су бар жер ғой. Оған енді ақша бәрін қаржының бәрін қарастырып жатыр ғой. Ол жасалатын жұмыстар ғой. Пеш келе ма сонда келешекте? Жоқ, пеш болу керек деп жоспарланады, бірақ уақытта ешкім Пеш енді көрсетеміз, оларға да жүргізу уже. Біз мысалы Сарысу ауылдарында болдық 20 жыл. Олар көбінде қазір ондай не етіп жатыр, столбқа камера іліп жатыр да. Камерамен елдер қазір көбісі жеткізбей тастап кетеді, ол полигонға ластап кетеді. Ішіне кіргізбейді. Сосын ашу жаңағы ана жерде көрсетілгендеріңіздей адам бөліп, пеш орнатып, сол жерде бір охрана қою керек. Сол кезде не беріп ойды, біз шыны керек, біз апарамыз, тастаймыз, ол ұшады да. Отырмыз кішкентай мектепте, біз білмейміз ғой, 27 жылы әкімшілік айтады, Талас ауданы әкімі қойыңдар дейді, ертең соғып қойса, қайттан рұқсатты жасау керек болады. Біз Біз проектісін жасап Бұл кісілер жоспарлайды ғой. мысалы сол полигон жанында мал өртейтін яма бар ғой, шұқыр. Биометрический. Ол әсер етпейді. Жоқ, бұл жобаға сәйкес емес, негізі оны білмеймін ғой, ветеринария. Тақалып тұр ғой, талай екеуміз деп жатсыздар. Адамдар жұмыста жүргіземіз деп жатсыздар. Қайтып талай екен дұрыс қой, ешқай нетпейді ол жерде. Жайында. Енді оларда жобамен заң бойынша істелді ғой, санитарлық және экологиялық заңдарына сәйкес істелді ғой, значит болады деген сөз ғой, рұқсат берілсе.
жақсы Онда- істейсіз. барлығы түсінікті болса тыңдалым қоғамдық тыңдалым өтті деп есептейік. Қоғамдық тыңдалудың нәтижелері бойынша хаттамалар жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстар жай-күйі жөніндегі ұлттық дерекқорлар базасы платформасына орналастыратын болады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса.